әлемнің бірде-бір мемлекеті өзінің әліпбиін енгізуде мұнша барлық халықпен ақылдасқан жоқ біз сияқты. Талқылауға барлық өңірлер, қоғамның барлық топ өкілдері қатынасты. Президент әкімшілігіне 300-ден астам үндеу мен ұсыныстар келіп түсті елден. Ақпарат құралдарының басқа 2 аптаның сөзінде 2000-нан астам материалдар шықты осы жөнінде. Әлеуметтік желілерде 1000-ға жуық тақырыптың жазба жарияланды. Bir ауыздан халық қолдайтынын көрсетті. Ұлтымыз басынан 3 алфавит жүйесін өткерген. Біріншісі араб әліпбиі, екіншісі латын әліпбиі, үшіншісі кириллицаға негізделген қазақ әліпбиі. 1929 жылға дейін араб әліпбиі қолданылды. 1929-1940 жылдар аралығында латын әліпбиі қолданыста болған. 1940 жылдан бүгінгі күнге дейін кириллицаға негізделген қазақ әліпбиі қолданыста. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың латын әліпбиіне көшу саясатын барша халық қолдап отыр. Себебі латын әліпбиіне көшудегі негізгі ұтымдылық тіл ауыспай таңбаның ауысуы. Екіншіден, сөзді немесе дыбысты қалай естісек, жазылуында да солай жазамыз. Үшіншіден, кез келген латын қарпін білетін шетелдік қазақша оқи алады. Ең бастысы, елімізде тұратын, бірақ әлі күнге дейін қазақ тілін меңгермеген өзге ұлт өкілдері мәжбүрлі түрде қазақша үйренетін болады. Жасыратын жоқ. Аға буынға бұл латиницаның ауырлау түсетіні жасырын емес, ал жасырпаққа түк емес. Алдымызда әліпби реформасын жасаған елдердің үлгісі бар. Осы әліпбиді ауыстырған астана ауыстырғаннан қиын емес. Әліпби ауыстыру осы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға кілт бұрылғаннан қиын емес. 29 жылы арабикадан латиница ауысқан кезде бар болғанда 2 жыл қажет болды. Көз қорға қол батыр. Ең бастысы ниет керек. Бір жағадан бас, бір жегінен қол шығаратын елдің тас түйін ымырашылдығы бірлігі қажет. Егер осылай болса, мәміле тапсақ, бұл қазаққа алынбайтын қамал жоқ. Тіліңнің шұрайы үшін де, еліңнің болашағы үшін де керек. Көптеген ғалымдардың пікірін ескеретін болсақ, латын әліпбиіне көшу соншалықты қиындық тудырмайды. Әлемдегі елдердің 80% латын қарпін қолданады. Латын алфавитінің қолданылып кетуіне, дұрыс қолданылып кетуіне, одан ары қарап игі ықпал етуіне әсер ететін ең үлкен фактордың біреуі осы жазу емлесі. Орфографиямызға да біз қайта қарайтын жөніміз бар. Мысалы, бұрынғы кезде кириллицаның кезінде біз қолдан жіберіп алған кемшіліктерімізді мұнда қайталамауымыз керек. Мысалы, мен біреуін ғана айтайын осының. Мысалы, бізде жалпы қазақта дауыссыз дыбыстан басталатын сөз өте кем. Әсіресе мына ырдан, ла дыбысынан, ыр дыбысынан басталатын сөз жоқ десек те болады. Солай бола тұра, біз кириллицада рас, лай, лас деп жазамыз да, айтуында рас, лай, лас деп алдына а дыбысын қосып айтамыз, деді тіл маманы. Орфография мен орфоэпияны барынша біз жақындатуымыз керек, бір-бірінен алшақтатпауымыз керек мүмкіндігінше. Бұл біздің көне жоғалтып алған көптеген жаңағы сөйлеуімізде жіберіп алған кемшіліктерімізді қалпына келтіреді. Біздің ата-бабаларымыз латын әліпбиінде талай құнды жазбалар мен әдеби кітаптарды дүниеге әкелді. Ғылым мен саясаттың тілі де осында. Әзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан секілді мемлекеттер латын әліпбиіне көшкен. Бүгінгі латын әліпбиі ел ертеңі дөңгелек үстел отырысының мақсаты аталмыш тақырып жөніндегі сан салалы сауалдарға жауап іздеу, пікір білдіру.